Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Сіздермен бүгін горох сорпасын дайындайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Алдағы уақытта басқа да рецепттермен бөлісетін боламын. Алдымен етімізді қызып тұрған майға жақсылап қуырып аламыз. Менде тауық еті болды, қойдың, сиырдың еті жақсы үйлеседі. Міне тауық еті осылай бастапқыда көпіршіп алады, содан соң барып көпіршігі басылады. Сол көпіршігі басылған уақытта пиязымызды саламыз. Бір дана пиязды турап, жоқа етіп салып жібереміз. Содан соң кішкене қуырамыз. Мен сәбіз қостым, егер сәбізді қаламасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Содан соң қызартқыш, яғни томат қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Бетін жауып 2-3 минуттай қуырамыз. Астын орташа отқа қойып қойыңыздар, күйіп кетпесін. Міне бізде қуырылып болды. Енді кішкене қозғап суын құямыз. Суын құйып болдық, енді бетін жауып қайнағанын күтеміз. Сол арада біз горохымызды жақсылап 2-3 рет суға жуып аламыз. Және арасында мусорлары болса, оны алып тастаймыз. Міне жуылып болды, 2-3 қайтара жуылды. Енді жаңағы қайнап жатқан сорпамызға горохымызды салып жақсылап араластырамыз. Горохымызды салып болғаннан соң бетін жауып, тағы да 1 сағаттай қайнатамыз. Енді дәміне қарай тұзын қосамыз. Және 1 сағат қайнатамыз. Горохтың негізі пісуі өте қиын. Көп уақыт қайнатпасаңыздар, қатты болып қалуы мүмкін. Мен кемінде 3 сағаттай қайнаттым. Және картопымызды саламыз. Тағы да жарты сағат қайнатамыз. Түрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар да болады. Ол жағы өздеріңіздің қалауларыңызша. Енді бетін жауып, тағы да жарты сағат қайнатамыз. Сонымен 3,5 сағаттай қайнады. Міне біздің горох сорпамыз дайын. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жансая.